Ассалаумағалейкум, қадірлі көрермен. Облысымызда аймақ басшысы Бердібек Сапарбаевтың бастамасымен бейбітшілік және келісім жобасы қолға алынған болатын. Бұл жобаның басты мақсаты халықтар арасындағы қоғамдық саяси ахуалды анықтап, сол мәселені шешу болып табылады. Ал бұл бағытта бүгін Ұйғыр этномәдени бірлестігінің төрайымы Мұхаббат ханымның ой пікірін білетін боламыз. Ендеше бізбен бірге болыңыздар. Енді Мұхаббат ханым, өзіңіз білесіз, облысымызда бейбітшілік және келісім жобасы қолға алынған болатын. Одан бөлек ұлтаралық татулық жайында да мемлекетімізде түрлі сөздер болып жатыр, айтылып жатыр ғой. Енді бұл бағытта өзіңіздің ой пікіріңізді айтып өтсеңіз. Енді сол бейбітшілік пен келісім деген үлкен жоба ашылды ғой қазір. Сіздер маған сұрақ қойып жатсыздар. Мен өзімше ойлаймын, Қазақстанда өзі 130-дан астам ұлт өкілдері өзі өмір кешіреді. Біздің облысымызда 87 ұлт бар екен. Соның ішінде 34 үлкен біздің этномәдени орталықтарымыз бар. Сол бәрі орталықтардың, сол этномәдени бастары, олар сол бейбітшілікке, өзіміздің келісімге жұмыс атқарады. Әрбір өзге ұлттың өкілдері сол бейбітшілікке, жақсы тұрмыс кешіруге, өзіміздің отанымызды жақсартуға өз үлесін қосады деп білемін. Енді жалпы Қазақстанда осы қазіргі таңда бір атаның баласындай бір шаңырақ астында бақытты ғұмыр кешіп жатырмыз ғой. Иә. Өзге ұлт өкілдері Қазақстанда не себепті жақсы көреді деп ойлайсыз? Мен өзім 4 жасымда мені мамам, шешем сол Қытайдан, ана Ұйғыр Синьцзянь несінен алып шыққан мені. Сол 4 жасымдан бері қазір мен 62-ге келдім. Ал 62 жаста қазір уже 4-ші ұрпақ өмірге келді, біздің немерелеріміз бар. Қазір үлкен кісілердің өздерінің мынау шеберелері бар. Соған мен ойлаймын, бәрі үлкен кісілер әрбір көргенде маған айтады: Мұхаббат, сен анау біздің президентпен, Назарбаевпен көрсесің, соларға біздің қандай жақсы өмір кешіріп жатқанымызды жеткізіп айтады. Солардың айтқаны маған сол баға деп білемін. Өзіңіз осы уақытқа елбасы Нұрсұлтан Назарбаевпен кездесіп тілдестіңіз бе? Иә, 2016 жылы біздің мынау қоғамдық келісім достық үйіні ашуға біздің президентіміз келген, елбасымыз. Сол кезде мен ол кісімен сөйлестім. Ол да менікі сол қазақ тілін меңгергенімдің арқасынан болды деп білемін. Мен өте қазақ тілін жақсы көрем, толық меңгерген адам деп өзімді сөйтіп, мынау қазақстандық патриот деп санаймын. Енді осы мемлекет тарапынан жалпы қолдау бар ма? Қандай қолдаулар болып жатыр сіздерге? Енді біздің мемлекет жақтан бұрыннан біздің ассамблея құрылғандан бері 25 жылдың ішінде әрбір ұлттың өзінің тарихын, мәдениетін, тілін сақтауға бәр жағдай істелген. Ол өте үлкен көмек деп білемін. Енді әр ұлттың өз мерекесі бар, өзінің төл мерекелері бар, өзінің ұлттық дәстүрлері бар деген секілді. Енді бұл мерекелерді тойлауда ешқандай кедергі болмайды ма? Жоқ, Құдай сақтасын. Сол мерекелерді өткізгенде әр уақытта бізге мынау ассамблеяның секретариаты болсын, хатшылығы болсын, мынау қоғамдық келісім достық үйі де әр уақытта бізге көмектеседі. Сол үшін олар бізге бәрі іс-шараларды өткізуге қол ұшын созады. Ешқандай кедергі жоқ. Жақсы, енді осы Қазақстан облыс бойынша Қазақстан халқы ассамблеясында осы қанша ұлт пен ұлыстың қанша мүшесі бар? Енді оның мүшесі бізде біздің анау не ғой? Ассамблеяның мүшелері. Қанша ұлт өкілі бар жалпы? Бізде 87 ұлт өкілдері бар. Ол енді районда толық мен оның санын білмесем де, енді біз сессияда соны әр уақытта біз соны келістіреміз, солармен кездесеміз, сөйлесеміз дегенде, соның бәрі сол ассамблеяның арқасынан болып жатыр деп білемін. Бұлай адамдар түсінбейтін, біздің ассамблеяның жұмысын түсінбейтін кісілер ойлайды, мынауның бәрі тату өмір сүріп жатқандың өзімен өзі болып жатыр деп біледі көпшілік. Мен айтқым келеді, но ассамблеяның жұмысы өте көп. Өте өзі актуальный, сонда енді керек нәрсе. Немеге дегенде бұлай шеттен білмейді ғой. Біздің ұлт өкілдеріміз әр күні, әр уақытта бізге келіп, әртүрлі сұрақтармен бізден сұрайды. Біз олардың сол сұрақтарын біз өзіміздің әкімге, өзіміздің хатшылыққа, қоғамдық келісімдегі директорларға жеткіземіз.
сөйтіп солардың анау шешілмеген сондай сұрақтарын соларға көмектесіп шешуге көмектесеміз. Біздің басты күшіміз не деп ойлайсыз? Бірлікте? Иә, бірлік деген тірлік деген дейді. Бәріміз мына 25 жылдың ендігі жыл Құдай қаласа тәуелсіздігіміздің 30 жылға толады. Соның бәрі мен ойлаймын, бір жағадан бас шығарып, бір жеңден қол шығарғанымыздың арқасынан деп білемін. Жалғыз аттың шаңы шықпайды дейді ғой бізде мұсылманда, дұрыс па? Жалғыз бір ұлттың, болмаса бір адамдың жүруі ешқандай бір жетістікке жетпейді деп ойлаймын. Бәріміз өзіміздің ұлтына қарамай, өзіміз дініне қарамай, бәріміз сол біздің отанымызды, Қазақстанды өркендетуге өз үлесімізді қосып жатырмыз деп білемін. Иә, Мұқабат ханым, өзіңіздің ой елеңізінен түзген жалпы пікіріңізге ойыңызға үлкен алғысымызды білдіреміз. Иә, құрметті көрермен, біздің басты күшіміз ол әрине бірлікте. Ең бастысы еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын дейміз.